Ағылшын тілінің 6-шы сабағы. Біз алдыңғы сабақтарда I read a book деген сияқты сөйлеммен танысқанбыз. Бұл сөйлемнің аудармасы мен кітап оқимын. Енді осы сөйлемді мен кітап оқып жатырмын деген сөйлемге қалай айналдырамыз? Яғни мен қазір кітап оқып жатырмын деп ағылшынша қалай айтамыз? Бізге көмекке be деген етістік келеді. Біз бұл етістікпен таныспыз, және бұл етістік жіктелген кезде, есімдікпен жіктелген кезде әртүрлі формаға түсетін сондай бір ерекше етістік түрі. Сонымен мен кітап оқып жатырмын деген сөйлемді жасайық. Есімдікті жазамыз I, және be етістігін жіктейміз. I мен am болып жіктеледі. Негізгі етістікті жазамыз, және осы негізгі етістікке ing деген жалғауды қосамыз. Сонымен сөйлем құралды. I'm reading a book. Мен кітап оқып жатырмын. Басқа да есімдіктермен жасап шығайық. We are reading a book. Яғни be етістігін we мен жіктейміз, негізгі етістікті жазамыз, және ing жалғауын жалғаймыз. Келесі You are reading a book. Сен кітап оқып жатырсың. Немесе сендер кітап оқып жатырсыңдар. You are reading a book. Немесе ол кітап оқып жатыр. He, she, it. Осы үш есімдікті біз білеміз. Мынау ерлерге, әйелдерге, мынау жалпы адамнан басқа бүкіл зат есімдерге пайдаланатын есімдік түрі. She is reading a book. Келесі, they are reading a book. Сонымен сөйлемдер құралды. Басқа да сөйлемдер құрап үйренейік. Мысалы, біз су ішіп жатырмыз дейік. We are drinking water. Қазір ішіп жатырмыз деп айтайық. We are drinking water now. Біз қазір су ішіп жатырмыз. Немесе they are eating pizza now. Олар пиццаны қазір жеп жатыр. Немесе we are studying English right now. Біз дәл қазір ағылшын тілін оқып жатырмыз. Яғни мына сөйлемдерді дәл қазіргі кезде немен айналысып жатқанымызды айту үшін пайдаланамыз. Біз қазір мынаны істеп жатырмыз, ананы істеп жатырмыз деп айтамыз. Басқа да мысалдар жасайық. Мысалы, he is reading a book now. Ол кітап оқып жатыр қазір кітап оқып жатыр. Немесе she is writing a letter now. Ол қазір хат жазып жатыр. Немесе it is boiling now. Ол қазір қайнап жатыр дейік. Мұнда білеміз, he, she, it деген үшінші жақ болғандықтан біз орнына адамдарды қойсақ болады. Яғни адам есімдерін, немесе тәтеміз, ағамыз деп, немесе мына it деген есімнің орнына зат есімнің барлығын қойсақ болады. Су қайнап жатыр қазір, ет қайнап жатыр қазір деп сөйлемдер жасасақ болады. Яғни мысалы he is reading a book now. Азамат is reading a book now. Басқа айтайық. Мысалы Sarah is writing a letter now. Сара дәл қазір хат оқып жатыр. Хат жазып жатыр. It is boiling now емес, the water дейік. Мысалы газдың үстінде тұрған су, нақты су is boiling now. Су қайнап жатыр. Паста ішіне макаронды салшы деп айтайық. Please put the pasta. Макаронды ішіне салшы. Бұны біз тек қана дәл қазір емес, мысалы дәл осы күндері, осы айда мен Абайдың кітабын оқып жатырмын деп те айтсақ болады. Мысалы I am reading the book of Абай. Яғни мен Абайдың кітабын оқимын емес, осы айда мысалы мен қазір Абайдың кітабын оқып жатырмын деп айтсақ болады. Яғни дәл қазір емес, жалпы осы жылы, осы ай мен Абайдың кітаптарын оқып жүрмін деп айтсақ та болады.
Сонымен біз етістіктің екі түрін үйрендік. Біріншісі present simple, екіншісі present continuous. I read a book, мен кітап оқимын, және мен кітап оқып жатырмын деген сөйлемді де үйрендік. Мысалы, тағы да мысал келтірейік. I study English every day деп айтсақ болады. Every day деген күнде, әр күні. Мен ағылшыншаны әр күнде үйренемін, күнде оқимын. Ал мында мен қазір оқып жатырмын деп айтайық. I am studying English now. Мен ағылшыншаны қазір оқып жатырмын. Немесе every day'ді every year, every month деп айтсақ та болады. Яғни жыл сайын, әр жылы, әр ай. Мысалы, біз жыл сайын Европаға барамыз деп айтайық. We go to Europe every year. Ал мында we are going to the supermarket now. Біз Европаға жыл сайын барамыз, ал мында біз қазір супермаркетке бара жатырмыз. Тағы да мысалдар жасайық. I always read the newspaper. Мен газетті әрқашан оқимын. Ал әрдайым оқимын. Ал енді қазір оқып жатырмын дегенде I am reading the newspaper now деп айтайық. Мына сөйлемді екі мағынада пайдаланса болады. Дәл қазір оқып жатырмын, болмаса жалпы осы күндері бір газетті оқып жүрмін, оқып жатырмын деп те айтсақ болады. Мысалы, бір Financial Times сияқты бір газетті осы күндері қарастырып, талдау жасап, оқып жүрмін деп айтсақ та болады. Тағы да мысалдар жасайық. Мысалы, су 100 градуста қайнайды деп айтайық. Water boils at 100 degrees. Су 100 градуста қайнайды, 100 градуста қайнайды. Ал қазір су қайнап жатыр, газдың үстіндегі су қазір қайнап жатыр дейік. The water is boiling now. Барып макарон сал деген мысалды жасайық. Яғни present simple мында су 100 градуста қайнайды, күн шығыстан шығады, жер орбитасында бір рет айналады деген сияқты шындықтарды осылай жасаймыз. Яғни осы present simple түрімен жасаймыз. Ал қазір су қайнап жатыр, қазір жаңбыр жауып жатыр, қазір қар жауып жатыр, қазір кітап оқып жатырмын деген кезде біз етістіктің мына түрін пайдаланамыз. Және бұны жасау өте оңай. Мысалы, мынандай сөйлем жасайық. I go to the library by bus. Sometimes деп айтайық. Sometimes деген анда-санда деген сөз. Sometimes I go to the library by bus. Мен кітапханаға автобуспен анда-санда барамын. Ал мында I am going to the library by bus now. Мен кітапханаға автобуспен қазір бара жатырмын деген сөйлем. Енді осы сөйлемдерді болымсыз сөйлемге қалай айналдырамыз? Өте оңай. Бар болғаны not деген сөзді мына be етістігінен кейін қойсақ болғаны сөйлем болымсыз сөйлемге айналады. Сонымен we are not drinking water now. Біз қазір су ішіп жатқан жоқпыз. They are not eating pizza now. Олар қазір пицца жеп жатқан жоқ. We are not studying English right now. Дәл қазір біз ағылшынша оқып жатқан жоқпыз, ағылшын үйреніп жатқан жоқпыз. Сонымен бұл сөйлемдерді тағы қысқартып айтуға болады. Мысалы, we aren't деп қысқартып жасауға болады. We aren't drinking water now. Немесе бұл сөйлемді былай да қысқартуға болады. We are not drinking water now деп жасауға болады. Сонымен қысқартудың 2-3 түрі бар. We aren't drinking water now, we are not drinking water now деп сөйлемді жасауға болады. Енді осы сөйлемдерді сұрақ сөйлемге қалай айналдырамыз?
we are drinking water now деген сөйлемді бар болғанда мына екі сөздің орнын алмастырамыз, сонда сұрақ сөйлемге айналады. Are we drinking water now? Қазір біз су ішіп жатырмыз ба? Are they eating pizza now? Немесе are we studying English now? Сонымен сұрақтар жасалынды. Енді are we drinking water now? Біз су ішіп жатырмыз ба емес, біз не ішіп жатырмыз деп айтайық. Біз білеміз ағылшынша не деген сөз what болады. What are we drinking? Біз не ішіп жатырмыз? What are they eating? Олар не жеп жатыр? What are they eating now? Олар қазір не жеп жатыр? What are we studying? Біз қазір не оқып жатырмыз? What are we studying? We are studying English right now. Немесе сен қазір не істеп жатырсың деп қалай айтамыз? Жалпы жасау, істеу деген етістік түрі do деген етістік. Бұл етістік қосымша етістіктен бөлек өзі де негізгі етістік бола алатын етістік түрі. Мысалы, сен қазір не істеп жатырсың деген сөйлемді жасайық. Не деген what are you doing now? Сен қазір не істеп жатырсың? I'm reading a book. Мен қазір кітап оқып жатырмын. What are they doing now? Олар қазір не істеп жатыр? They are going to the supermarket. Олар қазір супермаркетке бара жатыр. Яғни do деген етістік өзі негізгі етістік болатын және аудармасы істеу, жасау дегенді білдіретін етістік түрі. Сондықтан сұрақты осылай жасай береміз. Сен қазір не істеп жатырсың? Олар қазір не істеп жатыр деп және сұраққа жауап береміз. Және болымсыз түрінде жасауды үйрендік.